Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Сіз хабарландыру алу үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін басыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше әдемі ромбик шиғырағын үйретемін. Ол үшін бізге ақшыл 3 см мата түстері ақшыл, қызыл, ақ және жасыл түстеріміз қажет. Және ақшыл қызылдан 4 құрақ көзінен бізге 16 шаршы қажет. Осындай құрақ көзі қажет. Құрақ көзімізге ақ түсімізді тігеміз. Ақ түсіміздің түгі тексергенде төмен қарап тұру керек. Енді былай ағымызды тігеміз. Ақ түсімізді тіктік. Енді былай жасыл түсімізді тігеміз. Жасыл түсіміздің де түгін тексереміз. Төмен қарап тұрады. Бұл құрақ кішкене өзгеше, мән беріп қарап алыңыздар. Міндетті түрде құрақ бастағанда закрепке бересіздер. Жасыл түсіміз. Көрінесін дайындадым. Енді қайтадан ақ тігеміз. Енді мына қатарына мен жасыл түсті тіктім. Енді мына қатарына бізде жасылды тікпейміз, ақшыл қызыл түсімізді тігеміз. Бұның да түгін тексеріп аламыз. Енді қалған қайтадан ақшыл қызыл ғып қатарын 4 қатардан тігеміз. Құрамын осы бір шарты дайын болды. Өлшемі 16-да 16. Енді осындайдан біздің құрағымызға 16 штук шаршы қажет. Міне құрағымызға 16 шаршыны тігіп дайындап алдық. Енді құрағымызды құрамыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай болады. Енді бастарын біріктіріп аламыз.
Міне мына екеуін қосып шықтым. Осындай болды. Енді мына екеуін қосып аламыз. Міне осылай болып шықты. Енді оны бір-біріне осылай аламыз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары осындай. Міне құрағымыздың екінші қатары осындай болып шықты. Енді осыларды тігіп аламын. Міне екінші қатары осындай болып шықты. Енді мына алғашқы қатарына осылай тіреміз. Енді үшінші қатарын құрамыз. Міне құрағымыздың үшінші қатары. Енді осыларды бастарын біріктіреміз. Міне құрағымыздың үшінші қатары. Тіккен қатарға осылай тігіп тастаймыз. Міне құрағымыздың үшінші қатарын құрдық. Осындай болып. Құрағымыз әдемі болып шығып келе жатыр. Енді төртінші қатарын құрамыз. Міне құрағымыздың соңғы қатары. Енді осыларды бастарын біріктіріп аламыз. Міне төртінші қатарын тігіп дайындап алдық. Енді мына құрағымызға осылай тігіп шығамыз. Міне құрағымыз дайын болды. Өлшемі 59-59. Ерекше әдемі құрақ. Міне үйреніп алыңыздар. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Көздің жауын алатын ерекше құрақ түрі.